Барлықтарыңа сәлем достар, сендердің қазір Фан Дженни бөлімде бұл Creepy Nights at Freddy's 4-ші бөлім. Және сен лайк басып менің арнама жазылуды ұмытпа. Және бұл хоррор ойын. Тағы да хоррор ойын. Мен білем, сіздерге хоррор ойын дейтін. Мен білем достар. Және бүгінде біз кнаф жалғастырамыз. 4-ші түн. Біреудің есінде қалса, мен күлгін адам. Сондықтан да... О, Бонни бірден келе жатыр, достар, қараңдар, мені Бонни бірден келе жатыр. Бонни, сәлем. Бонни, қалайсың? Егер сіздер естеріңіз болса, алдыңғы бөлімде мен өліп қалдым. Және Бонниге опа дейміз де есік жабамыз. Ой, Бонни кіре алмай. Да ну нахуй! Ну-чика, дәрехтің агиты деп ойлайым. Мені Бонни, мені. Бірінші сағат болды, ал менде уже 88. Ой, естіп отырғанда бір кезде алдыңғы видео деңізші комментарий, егер сенде осы адам сияқты жаңа видео алсын кесе лайк басын. Менің арнама жазыл және де лайк бас, және де күлкілі немесе қызықты комментарий жаз. Күлкілі немесе жақсы, жарай ма? Сол кезде сен келесі видео түсетін боласың. Достар, егер сұрақ болсын. Маленький Баби Джо, кто мне расскажет, кто подскажет, где же он? О, Құдай. Маленький Баби Джо. 4-ші түн резко болып кетті, что-то. Фокси, сен мен сүйікті аниматроникім болғансың. Нормально түн басталып келе жатыр еді, резко Фокси жүгіріп деді. Бонни уже қозғалды. Әні Бонни уже келе жатыр, достар. Сіздер білесіздер. Фокси! Достар. Фокси шықты. Достар. Давайте, достар, Фоксидің жүгіргенін көрейік. Базара нет, базара. Қалай көп хоррор ойнамадым. Мен прям не қорқым сезіп тұрмын, прям үлкен. Білесіздер ме, бұл бөлімде ең қорқынышты сәт бұл Фокси жүгіріп келген сәт мен үшін. Фокси прям Маленький Баби Джо. Чуп. Ох, епу. Ой, сука. Ой, ятсыз. Ой, еще Бонни келе жатыр. Фокси! Қайда Фокси? Так, достар, мен мына жақ есікті ашпаймын, себебі мені мына жақ бір красавчик жігіт күтіп тұр, сондықтан да лучше ашпай қойын. О, шым Фредди? Так, тоқтай тұр, алдыңғы бөлімде Фредди жүріп еді? Достар, комментарийда жазыңдаршы, алдыңғы бөлімде Фредди жүрді ма? Менде уже 61% в смысле, Бонни, қайдасың? Бонни! Ладно, түсінікті, рахмет. Кет давай, ет. Мен бүкіл зарядым бітіреді. Пшым. Ну нахер. Чика не отыр. Түсінікті. Ой, в смысле, мен ашқан жоқпын, жап. А чё, Фокси өлді ма не? Фокси! I must push the toxic L and beat the so rude әне жатыр екен. Мен ойлап қойсам, мен қорқыттым ғой. Мен ойлап қойым, Фокси қайда жоқ. Мен ойлап қойым. Кетіпсің ғой баяғыда. Фокси отыр. Фоксин көз жана бастады. It's me, Фокси. Так, бұнда бар ғой, ең жесткий жігіт бар ғой, менің ойымша, бұл Фокси. Ол просто жүгіріп келеді такой, дейді. Түсінесіздер ма? Егер Фокси жүгірсе, бұл жаман, түсінесіздер ма? Фокси самый жесткий жігіт қой, мындағы, самый жесткий, самый забивной. Ұрпысай. Ой, Бонни, есік жабық екен, прикинь. Ой, ням. Достар, жана ғана бар ғой. Мен Бонниға есік жаптым ғой, Бонниға. Прикиньте, резко Фокси жүгіріп келді. Сосын білесіңдер ме не болды?
Фокси мына терезеден көрінді ше, оны жүгіріп келген. Ол жүгіріп келді, Боннимен соғысты. Сосын Бонниға соғысқаннан резко жоғалып кетті. Мен білмеймін. Оны сіздер көрмегендеріңіз қандай жаман. Мен енді камера қолданбайын деп шештім. Көп қолданбайын деп шештім. Тек есік және тек қана есік. 1, 2, 3. Так, Бонни. Бонни әлі де тұр, әні оның. Әні. Фокси, әні уже. Фокси, қайда кетті Фокси? Мені Фокси. Мені нан ішінде. Ал Чика әрине мені. Чика. Чика уже кетті, в принципе. Осы маған қызық, неге бұл ойында? Бұл ойынның қиындығы бар ғой, бұл энергия. Энергияны көп құрта берсең, ол пұрретті жоғалып кетеді, түсінесіздер? Пұрретті жоғалып кетеді. Менің бұндағы ең қорқынышты аниматроник мен үшін бұл Фокси. Фокси прям ең жесткий. Мен айттым ғой, ең жесткий деп. Сіздер ойлайсыздар ғой, Фредди ең күшті деп. Себебі ол Фредди оң құрметіне ойнатқан жоқ. Фокси ең сильный. Фокси просто жүгіріп келеді, одан кейін есікке келеді да сені өлтіреді. Еще ода не бар ғой қолында? Ілмек дейін ба, қалай айтсам екен, қолында күрек бар ғой. Короче, сол күректің көмегін бар ғой, ол келді да пфет басында несі. Ну, түсіндіңіздер. Мен сен дыбысың да естілген жоқ қой, қалай сен келдің? Қалай? Как? Я не знаю! Сен болғанда жоқсың ғой. Қалай? Мен қарадым, ода ешкім болмады. Сен қайдан пайда болдың? Ал білесіңдер ме, жарайды, осы жерден бітірейікші, болды. Бұл видеоның соңы. Видеоны көргендер үшін рахмет, лайк басып мен жазылыңдар, және де жаласын қаласаңыздар, лайк басыңыздар. Надеюсь, бұл видео мен қиын болып кетті. Содан жынданып отырмын. Сіздерге жынданып отырған жоқпын. Жарайды, видеоны көргендер үшін рахмет, лайк басып мен жазылыңдар. Барлықтарыңа пока-пока.